Саламатсыздар ма, құрметті ағайын? Мен бұл шұлықты кәдімгі шұлықты оқуға арналған мынандай 5 білтегешпен тоқыдым. Енді мына 2 білтегешке жіптеріп аламыз. Ол үшін мінекей ұшынан 35 сантиметрдей жіп алдым, қалдырдым. Ол ұшын мен бармағыма іліп алдым. Және де сұқ саусағымызға іліп аламыз. Осылай жіпті іліп аламыз да, енді үстінен бастаймыз. Бармақтағы жіппен ілгек жасап, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз. Бармақтағы жіппен ілгек жасап, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз. Сөйтіп 61 жіп тізіп аламыз. 61-ші жіп бізге дөңгелек қылып жаңағы жіпті бірге қосуға керек болады. Сондықтан 61 жіп тізіп аламыз. Мінекей мен 61 жіп тізіп алдым. Енді осыны 4 білтегешке бөлемін. Бірдей бөлсеңіздер де болады, енді ол өздеріңізге байланысты. Мінекей мынау білтегештерім, қазір бөліп алайын. Енді бастап бәрін біркелкі қылып бір жағына қаратып, қырын айналып кетпес үшін тексеріп шығыңыздар. Енді мына 61-ші жіпті дөңгелетіп алу үшін бізге мына 61-ші жіпті бірінші жолда бүйтіп қосамыз. Ол үшін мына жіпті аламыз да, мына жіпке кигіземіз. Сөйтіп біз мына жіпті дөңгелек құрық қылдық. Енді тоқып бастаймыз. Мінекей мына бірінші оң жіп, тағы да 2 жіп оң жіп болды, 2 жіп теріс, 2 жіп оң, 2 жіп теріс, 2 жіп оң, 2 жіп теріс. Екі жіп оң, 2 жіп теріс. Тінін жоғалтпаймыз. Тінін жоғалтсаңыз, жаңағы тоқымаңыз жалбырап, жаман болып тұрады. Не болмаса жыртылып кетуі мүмкін. Мінекей. 2 жіп оң, 2 жіп теріс. Енді дұрыс тоқылу үшін мен қайттам мынау жібімді мына білтегешке тізіп аламын. Сөйтіп 4 білтегеште жіп тұрады, 5-ші білтегешпен тоқылады. Бірінші жолында әрине қиын болады, бірақ содан кейін жолдың бастаған жеріміз осыған
жолымызды соған қарап санап отырамыз, қанша жол тоққанымызды. Мінекейіңіз. Осылайша 50 жол тоқып шығамыз. Тағы мына жерде бір жіп теріспен аяқталды. Біреулер енді бір жіп айтып атады, екі жіп әрі, екі жіп бері деп. Білмеймін, енді екі жіп теріс, екі жіп оң деген сияқты, дұрыс сияқты маған. Екі жіп теріс, екі жіп оң. Екі жіп теріс, екі жіп оң. Екі жіп теріс, екі жіп оң. Осылайша 50 жол тоқып кездесейік.